Үйде сынған айна тұрса не болады? Бағзы заманнан бері келе жатқан мистикалық сенімдердің бірі сынық айнаға қарамау. Бұл сонау көне Рим сенім нанымнан бастау алады. Сынған айнаға қараған адамның 7 жыл бойы жолы болмайдымыз. Сол себепті үйде сынған айна ұстамау керек деп сенді. Алда жалда айна сынып қалған болса, оған тікелей емес тұспалдап келіп, сынықтарын қалташаға салып, сол күйінше тастау керек екен. Ондағы мақсат сынық айнада әлде біреудің бейнесінің көрінбеуін қамтамасыз ету. Мұндай ырым шариғатта негізсіз болып табылады. Әр нәрсені жаман ырымға балап, соған сеніп, жүріс-тұрысын соған негіздеу дін тәліміне теріс. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, пессимистік көңіл күй және пессимистік түсінік қалыптастырар ырымдардан тыйып отырған. Әр нәрсе Алланың қалауына байланысты деп үйретті. Оның орнына өмірге деген құштарлықты оятар, адамның үмітін арттырар сөздер, жақсы жорамалдар айтуымызды бұйырды. Мысалы, Сахих Бұхари атты хадистер жинағында келтірілген бір хадисте ардақты пайғамбарымыз исламда жаман ырымға балау жоқ, ең жақсысы фәл деді. Сонда қасындағылар, фәл деген не? Деп сұрады. Пайғамбарымыз, ол әр біреулеріңнің естігілерін келген жақсы сөз деді. Сынық айнаның үйде тұруының шариғат тұрғысынан ешбір зияны жоқ. Оған байланысты айтылған мистикалық ырымдарды адам фантазиясынан туындаған дүние ретінде қараған дұрыс. Ежелде айналар өте әлсіз, аса сынғыш әрі тым қымбат болған. Сондықтан тұтынушы халық айнаны ұқыпты ұстасын деген оймен әдейі әлгідей ырым ойлап шығарылған болуы мүмкін. Әйтсе де, үйде сынық айна ілініп тұрса, оның басқасына ауыстыру мәдениеттілік жағынан да, қолданысқа икемді болу жағынан да абзал. Құрметті оқырмандар, сіздер ырымға қалай қарайсыздар? Ал дәл осы ырымға, яғни айнаның сынығына не дейсіздер? Сол туралы комментарий бөлімінде пікірлеріңізді күтемін. Каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.